Оқырман сұрағы. Ислам діні қылыш пен соғыс арқылы таралған ба? Керегін алып, керегін нақып тастаған сөзіңіз аузыңызда. Тек қана ол жасайды болса, орыс әдебиеттеріндегі дейсіз, орыс деректері, араб деректері бар ғой. Араб деректері қалай мынау басқа дін өкілдерін жаулап жатқаны жайында, оның ішінде түркі халықтарда бар. Қалай жаулап жатқан, қай қаладан кейін қай қаланы қалай алғаны туралы. Бұл араб деректерін сіз қарап оқитын болсаңыз, арабтан жеңімпаз, арабтан мықты, арабтан жауынгер халық жоқ. Енді олар өздері жазып отыр. Қалай жаулады. Яғни араб империясының қалай өскені жайында ол тарихта мектеп оқушылары да біледі. Енді сондықтан бұл жерде дін тек қана жаңағы насихатпен ғана тарады деген енді немен тарады, немен тарады. Әлбетте ол қылышпен тарады, бастау қылышпен тарады. Содан кейін барып бұл видеоны көргем. Рахмет сұрағыңызға. Бұл жерде журналистің біліксіздігі, журналистік этиканы сақтамай отырғандығы байқалып тұр. Журналистік этика бойынша адамның жеке басына, жеке өміріне, сеніміне қатысты объективті, бейтарап ұстаным болу керек. Өзінің мүддесі, жалпы мүдделер қақтығысына жол бермеу керек. Ал мұнда журналист өзінің мүддесін, ішкі эмоциясын, яғни исламға деген жек көрінішті эмоциясын ашық көрсетіп отыр. Не үшін эмоция жасап жатыр дейтін болсаңыз, радикализмнің, кез келген радикализмнің негізі ол жек көрушілік. Радикализмнің тағы бір белгісі менің айтқаным ғана дұрыс деген, яғни қарсы тарапты естіген кезде оған эмоция білдіру. Демек, журналистте ішкі ислам дініне деген ішкі жек көрінушілігі бар, сосын фобиясы бар. Демек, журналистте исламофобиялық аурудың бір белгілері болуы мүмкін. Екіншіден, журналист манипуляция жасап отыр. Ислам діні десе араб деп шатастыру әрекеттерін жасап жатыр. Мұнда ислам ол арабтың діні деген үндеу бар негізі. Егер ізденетін болса, исламдағы танымал тұлғалардың көп бөлігінің араб емес екеніне көз жеткізер еді. Жай ғана мысал, барша мұсылмандар мойындайтын хадистің өте авторитет кітаптары бар. Сол авторитет кітаптардың ең үлкендері 8 болса, сол 8-дің ішінде 2-ақ автор араб. Қалғандарының бәрі араб емес. Сол авторитет 8 кітаптың 4-еуінің авторы орта азиялық. Ал журналист енді араб деп айтып жатқан себебі ислам ол арабтың діні деген мағынада айтпақшы болып жатыр бұл жерде. Үшіншіден, журналист мұсылман қауымының сезімін қорлауға жол беріп отыр. Жалпы усулда мынандай қағида бар. Ал-аслу бараату зимма деп аталады. Кез келген адамға айып тақсаңыз, қылмыскер деп атасаңыз, міндетті түрде дәлел келтіру керек. Оның қылмыскер екенін сотта ғана дәлелдейді. Біреуге қылмыскер десеңіз, демек оған дәлел келтіру керек. Наполеон осы Мысырды жаулап алған кезде Муатта кітабынан осы бараату зимма қағидасын көріп, оны француздардың конституциясына қосқан. Содан бері бұл қағиданы тек ислам әлемі ғана бүкіл әлем қолданып келе жатыр. Тіпті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің өзінде бұл қағида кінәсіздік презумпциясы деп аталады. Демек, журналист ислам алғашқы кезде тек қылышпен ғана тарады деп айтса, сол айтқанына дәлел, дәйек келтіру керек еді. Ол араб тарихшылар жазған ғой деген дәйекке жатпайды, дерекке де жатпайды. Егер айтқан сөзіне дәлел келтіре алмаса, ол жала жабу болып табылады. Мұсылман қауымына арналған жала болып табылады. Сондықтан журналист мұсылман қауымнан кешірім сұрау керек. Ал журналист болса, араб тарихшыларын оқитын болсаңыз, сол жерде жазылған ғой деп айтып жатыр. Бұл кісі араб тарихшыларын емес, бір аудармаларды, жаңағы шығыстанушылардың аудармаларын оқыған шығар енді. Сосын мектеп оқушыларын біледі деген сөз айтады. Баршамызға белгілі, біздің тарихымызды жалпы отарлаушылар жазған. Отарлаушылар Кенесарыны басқыншы, көсемдерімізді ұлттың жауы, патшалық отарлауды құтқарушы, қызыл идеяны ағартушы деген сияқты түрлі түсініктерді бізге енгізіп жібергені белгілі. Олардың айтқандарын қазір мойындамай жатқандар да бар. Олардың арасында ислам империалистік дін, ислам қылышпен келген дін деген түсініктерді енгізген. Бұл жаңа отарлаушылар тарапынан енген сөз. Мұндай деректі осы кейінгі, отарлаудан кейінгі деректерден ғана кездесуіңіз мүмкін. Ал оған дейінгі деректерден сіз таба алмайсыздар. Тіпті Абайдың өзі Кутайба туралы айтқаны бар, ол жерде басқыншы деген сөз жоқ. Ал журналист болса, араб тарихшыларының бәрінде тұр деп көзді бағырайтып қойып өтірік айтып жатыр. Тарихшыларда ондай дерек кездеспейді.
Мысалы Бирунидің Әсәр Бақи деген кітабы бар, Наршахидің Бұхараның тарихы деген кітабы бар. Ибн Халдунда өзінің тарихында Орта Азияға ислам дінінің келуі туралы айтқан. Тек Орта Азия емес, бүкіл әлемге ислам қалай таралғандығы туралы айтқан. Ибн Кәсирде де тұр, Табариде де тұр. Ешқайсысында жаулап алу, басқыншылық деген сөз қолданбайды. Мүмкін енді аудармашылар аударған кезде өз мүддесі үшін басқыншылық, араб шапқыншылығы деген сөз қолданатын шығар. Ондай деректер отарлаушылар кезеңіне дейін мүлде кездеспейді. Тарихи деректерде барлық жерде фатх деп аталады. Ал фатх пен басқыншылықтың жер мен көктей айырмашылығы бар. Журналистің ислам діні алғашқы кезде қылышпен тарады дегені 100% жалған. Себебі пайғамбар алғашқы кезде тек насихат жүргізгенін баршасы біледі. Пайғамбардың барша руларға, барша ұлттарға хат жазғанын бәрі біледі. Ол хаттардың мазмұнында қырып жіберем, шауып алам деген сөз жоқ. Өте дипломатиялық үлгіде жазылған. Мысалы, мынау татарлар 2022 жылы ислам дінінің келуінің 1100 жылдығын атап өтті. Татарларға ислам діні күшпен бармаған, ара салыс қой. Қарахан мемлекетінде де ислам дінін қабылдауға әскери күштің әсері болмаған. Малайзияға сауда-саттық арқылы барған, Алтын Ордаға дипломатия арқылы барған. Ал ислам жеткен жерлерде түрлі діндер бірге өмір сүрген. Мысалы, Мәдинаның өзінде ислам мұсылмандармен бірге өзге сенім өкілдері болған. Шам аймағында христиандар мен мұсылмандар қатар жүрген. Осы Тараз аймағында да буддистер мен мұсылман мешіті қатар тұрған. Егер ортақ талаптарды орындайтын болса, ешқандай проблема болмай бірге жасай берген. Енді күш қолданған ғой, тарихи деректерде күш қолданғаны бар ғой дейтін болса, жалпы күш қолдану себептері пайда болған. Кез келген елде діни насихат жүргізуге тыйым салса, оның насихатын жүргізуге мүмкіндік азаматтардың құқықтарын толық шектейтін, жалпы билік өзін құдай деп санайтын аймақтарға жалпы диктаторлық жүйеге қарсы тұру, ол қазірде бар дүние. Мысалы, ақш Иракқа басып кірер кезде Біріккен ұлттар ұйымының қарарын, шешімін қабылдаттырып алған, билік өкілдері оңбаған деген жазу жазғызып алған. Венесуэлаға басып кіретін кезде де сол Біріккен ұлттар ұйымының шешіміне сүйенген. Тура сол сияқты азаматтардың құқығын сақталмайтын аймақтарда күш қолдану ол бұрыннан бар дүние. Мысалы, Бируни өзінің Әсәр Бақиында исламға дейін кезеңдер туралы айтқан кезде әйелдердің бостандықтары шектелгендігі, адамдардың мал дүниелерінің сақталмайтындығы, адам өмірінің құнсыздығы туралы ақпараттар айту себебі сол нәрселер сақталмай жатыр деп жатыр. Ал ислам діні келгеннен кейін баршаға белгілі Орта Азиядан бүкіл әлемге танымал ғалымдар шыққан үлкен ғылым орталығына айналды, өркениет орталығына айналды. Әйелдердің дәрежесі көтерілді. Мысалы, Самарқандта Фатима Самарқандия деген кісі бар, ғалым әйел. Оған тең келетін ғалым болмаған. Ал Қарахан кезінде Айша бибі мавзолей салынған, яғни әйелдің дәрежесін көтеру мақсатында салып жатыр ғой енді. Сондықтан күшке сүйенудің де өзінің шарттары болған. Оны фатхтың шарттары деп аталады. Фатх пен басқыншылықтың айырмашылығы, басқыншылық кезде халықтың мүлкі талан-таражға түсіп тоналып кетеді. Ал фатх кезінде бар болғаны билікті ғана ауыстырады, адамдарға бостандық береді, сондай ерекшеліктер болады. Ал журналистің ислам қылышпен таралды, қылышпен насихатталды дегені нақты деректерге сүйенбеген. Бұл жерде журналистің өзінің ішкі бір жек көрушілік эмоциясы бар. Негізі мақсаты да сол. Көпшілікке бір исламды жек көрінішті етіп көрсетуді мақсат еткен сияқты көрінеді. Қонақтың кетіп қалуы туралы айтатын болсақ, енді түсінбейтін адамға басқа не істейді енді. Жалпы бұндай нәрселерді кішкене тарихтан сәл хабар барлау, сәл сауаты барлау журналистердің болған дұрыс қой негізі. Бірінші насихат айтылады, екінші дипломатия, одан кейін бар шаруалар жасалады. Ең соңғы шегі ол күш қолдану екенін баршасы біліп тұр ғой. Енді бұл кісі керісінше бірінші күш қолдану, одан кейін деп баршасын шатастырып жатқан соң, енді қонақ орнынан тұрып кетіп қалған болу керек енді.